Сәлем, қазір сіздерге осы видеода Казгеймс серверінде қандай өзгерістер болғаны жайлы айтатын боламын. Сразу келе салайық, егер де видео саған ұнаса, лайк басып тіркеліп кетесің. Мысалға менің выживаниемнің ең басына салған дүкенім. Ал микрофонның алдында мен Жәнібек, ал бұл Казгеймс сервері. Жаңа бастама. Сервер ашылғаннан кейін мен серверге бір күн өткен соң кірдім. Және серверге кіру үшін мен Optifine жазуым керек болды. Optifine'ды неғып жаздық, өйткені біз серверде античит дейтін затты қостық. Античит ол текстур пактарды қостырмайды. Мысалға X-Ray ол текстур пак ретінде болғандықтан біз оны алып тастауымыз керек болды. Қазір сіздерге X-Ray'дің неғып жаман екенін айтып түсіндіремін. Мысалға бір игрок өзінің 10 сағатын құртып алмаздан броняны жинап алды. Ал X-Ray мен ол келесі игрок 10 минуттың ішінде целый алмазный броня істеп алды. Сөйтіп ол адам честностьті қалағысы келіп серверден шығып кете салады. Ал X-Ray'ді қосқанда шамал жүрді, ол да серверден шығып кете салады. Сөйтіп біз текстур пакты қоспайтындай қылып, өзіміздің только Optifine'ды қосатындай қойдық. Бірақ та Optifine көбісіне ұнамағандықтан, все равно соңында античитті өшіріп тастау керек болды. Қарасақ, какой-то бір мелочь сияқты, бірақ та кәдімгідей бір сервердің жабылуына үлкен себеп. Осыны түсіну үшін маған ультимаймен және де лесмайн жауып тастауға керек болды. Мен серверге осылай кірдім да бактың кесірін көріп қалдым. Осы жолы спаунымыз нормально болыпты. Не зимний биом емес, не джунгли биом емес. Өте маған ұнады биом. Одан кейін шамалы жустарды алып алдым да жеріне криперлер жарылған. Сосын шамалы спаунды аралап қайттым. Спаунды осылай сіздер есіңе сақтап алыңыздар. Өйткені видеоның соңында бұл өте қатты өзгеріп кетуі мүмкін. Және де мен деревянный лодка істеп алып, Толиктің базасына бараттым. Өйткені Толик екеуміз бірге өмір сүрейік деп шештік. Толиктің базасына келсем, Толик өзіне деревня тауып апты. 3 сервер бойы мен уже деревняда выживаниені бастайын деп жатырмын. Толиктің диетасы басқа екен. Кевин, аш болсаң боғыңды жейсің. Негізі Толик тапқан деревня өте күшті екен. Және де Толиктің берген ресурстарын алдым да осы деревняны шамалы аралап шықтым. Одан кейін әрі қарай өзімнің выживание ісіме кірістім. Мен шамалы күн өмір сүрдім, одан кейін Марсамен бір договорға келістік. Егер маған 2 стак обсидиан таба келсем, ол маған ферма железін тегін істеп береді. Сөйттік та мен 2 стак обсидиан тапқаннан кейін Марсал уже эндті ашып, сол жақта вышкаларды улучшать етіп алған екен. Одан кейін оған 2 стак обсидиан керемес болып қалды. Шақтан шығып кеткен кезде мынандай алдына алмаздан шлеме және де нагрудник киіп алған зомби шықты. Мен оның үстіндегі броняларыма өте қатты керек болды. Сол үшін мен оны осындай суға тұншықтырып утопник қылып, үстіндегі броняларын алып алдым. Лайфхакпен қолдансаңыздар болады. Одан кейін мен қайтып арай базаға кете бердім. Және де жителерді емдеп, мен олшым солардан алған ресурстарды игроктарға сатып шамалы алмаз алғым келген. Сол үшін мен Атокан базасында жүрдім. Атокан базасы, сендерге айтудан кетіппін. Олшым сіздер шатасып кетпеу үшін қазір сіздерге қысқаша айтып кетейін. Мен ең бірінші Толикпен бірге выживать еттім, одан кейін Атоканмен выживать еттім. Қазіргі кезде мен Аскомен выживать етіп жүрмін. Және де неге деген сұрақ болса, қазір сіздерге айтып түсіндірейін. Білмеймін. Олшым серверде античит немесе тағы да бір нәрселердің кесірінен сервер өте қатты лагать етті. Бірақ та қалай екенін түсінбеймін, әйтеуір біз осы проблеманы шештік. Олшым қазір аяқта ештеңе жоқ. Бірақ та Атока өзінің каналына өзінің базасы жайлы видео түсіретін болса, көре аласыздар. Мен бірақ қазір данный момент жителерді емдеп жатырмын. Аяқта олшым тілек қазір менсіз жителерді емдеп жатқандықтан жаймен де қаса крипер келейін дегенмін. Бірақ та крипер өзімен өзі жарылып кетті. Ой бәле. Одан кейін мен бір жителді алып, олшым базаға келіп емдеймін деген. Бірақ та житель зомби болып атқан кезде мен өлтіріп тастады, бірақ соңғы моментте емдеп кетті. Одан кейін мен заттарын бүкілін алып кетіп, ой бәле болды. Жителер уже көбейтіп алғаннан кейін біз шамалы утопниктермен оларды зомби қылып, одан кейін қайтып емдейді дегенбіз. Бірақ та пират екеуміз какой-то утопникті өзіміздің жительдерге әкеле алмадық. Жителер не интересует его ма или как его? В общем, бізде погоня. Бұл өзі қалай болған нәрсе. В общем, пират маған заттарын берді, одан кейін серверден шығамын деді. Бірақ та ойнамаңыздар. Қазір пират бізбен бірге ойнап жүр. В общем, маған заттарын берді, одан кейін хан мен пират маған охота істейді. Өйткені маяк менің инвентарымда деп ойлайды. Одан кейін бірақ та пират өзінің инвентарында болғанмен де, в общем, хан мен пират Атока екеуі мені қуады. Бірақ та мен ханды өлтіргенмен, в общем, Атока серверден шығып кете салады. Одан кейін мен Атока өзінің маягын бердім. Өйткені пират оған бергісі келген. Сонымен ең бірінші болып серверде спаунды өзгертетін адамдардың бірі болып шықтым. Олшым қолыма лопатамды алдым да шамалы жерлерді тегістей бердім. Тек блоктарды сындырамын да оларды ямаларға жауып тастаймын. Сөйтіп тегістікті ала беретін боламын. Блоктар және де блоктар сыныпта просто өзімен өзі қалмайды.
какой-то элементарный зат болуы мүмкін, бірақ та какой-то углің өзімен де болмағандықтан спаунға ең жақын Нураспен және Юнокен дейтін екі игрокқа 8 Шашита 4 дейтін книга бердім. Зато мен олардан 2 ысак угол сұрадым. Одан кейін удача 3 кирка бердім. Ұшып оларда әлі кирка болмағандықтан. Бірақ та өздерінің деревнясын көрсетті. Нормально выживать етіп жатыр екен. Мен де осылай выживать еткім келді. Простенько, бірақ та мен өзімдікін салайын дедім ең бірінші. Серверде игроктар көп болғандықтан ба, мынау фантом ұшым ұшамады. Сөйтіп мына сервер лагать ете бастады. Және де фантомға көмектесейін дедім ұшуға. Одан кейін мен житель зомбидан өзімді скелеттен орап, ошым снайпер батсадым. Одан кейін мен Асконың ферма опытына шықтым да, одан кейін ватerdроп істейін просто ішіп шыққаннан. Одан кейін ватerdроппен идеально түстім да, бірақ та қалай выжить еткенімді түсінбедім. Одан кейін ямаға бір қарадым да, жоқ дедім да, әрі кете бердім. Одан кейін Аско екеуміз сағат 12-ден таңғы 4-ге дейін ошын бір жерде тексердік. Осылай қарай ошын мен замок салам деп ойладым, бірақ та данный момент әлі бұяқта дым жоқ. Астымнан көп уақытты осылайда кішкентай ғана тауып алды. Я прощаю тебя. Одан кейін мен Аско екеуміздің лабораториямыздың астында турбо печкесін дедім. Ошын бұяқта типа режиссер тезеліп плавать ететін болады. Ошын сіздерге қазір минимальный туториал. Екі сундук олардың астына қарай өздеріңіз қалаған воронка, бірақ телефондарыңыз көтергенше, одан кейін олардың үстіне пеш, өздеріңіз білесіздер қандай пеш екен, одан кейін воронка, негізі обычный пеш болғанда нормально. Ошым асты үсті бүкіл воронка болады, нормально желез керек болу үшін де, одан кейін үстіне респен, ошым ары қарай тағда не вагонеткелерді қоясыздар да, ары қарай ошым көре бересіздер. Одан кейін Аско маған өзімнің серверде ең бірінші элитрамды алып берді. Ошым дәл мен ультимайн серверінде вообще эндке кірмегендіктен Казгеймс серверінде кірмейтін шығармын деп ойлағам. Одан кейін Аско мен өзінің тіліктің базасына шақырды. Ошым осы сияқты мен серверге ойнап жүрген кезде шығып қатып кетті деп. Мен ол басында ойлаған ферма опыты шығар деп. Бірақ та ояқта болмағандықтан кейін шахтаға түссем, мына жақта визис келеді, бүкілін жарып, ошым қатырып жатыр екен. Бірақ та мен телефон көтергендіктен осы визерді өзім өлтірдім. Және қасыма Атока келіп көмектесті. Одан кейін соңында маякты тілікке как подарок ретінде қалдырдым. Өйткені ол серверде ең бірінші үлкен бір яма қазатты. Ошым тиктокқа бір қызық видео салғым келдім де, осым тіліктің забег қалып ма, осым олшын қысындырып тастап, осым ona мороженое салғым келді. Қараңдаршы, қандай әдемі көрініс мынау. Бетондар дайын болғаннан кейін әрі қарай постройка салына бастады. Ошым мен Хансынан 2 стак алмазға элитр сатып алдым. Элитраны сатып алғым себебі мен оны дилікке бергім келді. Өткен ол кезде дилікте данный момент элитра болмады. Зато сол элитраны берем да, диліктің бүкіл жителдермен торговать ете алатын договорға келістім. Одан кейін бункер салып атқаннан кейін осындай необычный күшті бір песок тауып алдым. Здание салынып болғаннан кейін мен видеоға актерлар мен актрисалар шақыра бастадым. Одан кейін мен видеоларын бүкін істеп болғаннан кейін спавнымнан үйіме қарай барайын жаттым. Сосын үйге бара жатқан кезде мен ұмытып кеттім. Баштай біз ең соңғы рет екеуміз визер шақырып, ошымнан төбе жағын вообще жарып тастағанбыз. Содан үлкен бір ямаларға қалып қойған. Солардың біреуіне құлап түсіп кеттім. Зато сол үлкен ямалардың орнына қазір Аско өте күшті быстрый дорога салып жатыр. Ал біздің база болса вообще күшті өзгеріп жатыр. Ошым Аско осындай аске мечтеді. Ал ландшафт айтсаңдаршы 10-да-10. Аско ошым өзінің бүкіл уақытын осы біздің базаға құртып жатыр. А мен болсам спавнға құртып жатырмын. Сіздерге полный туториал көрсететін, бірақ та Асконты өзіне де видео қалсын. Одан кейін мен өзіме ресурстарын жинап болғаннан кейін бағанағы автопечкадағы меттерді ошым креша ретінде қолдандым. Басында мен мет жетпей қалатын шығар деп ойлағам, бірақ та метпен мен дүйіп тауып алдым. Ошым қазірге минимальный туториал көрсететін болам. Ошым сыртында ошым осындай әдемі қылып лесенциатор және де осындай шоп дейтін жазуы бар. Барлығы өте детальный, тип плавно төбеге көтеріліп төменге түсіп жатыр. Және сыртында осындай почка, минимальный привалка және де ошым аяқта 3 штук алмазға, ошым 1 стак алмаздан морковь беріледі. Ошым әрі қарай төбеге көтеріле беретін болсақ, ошым ешкет қазір басқа новый заттар енгізіп жатырмын. Одан кейін әрі қарай спаунда текстей бердік. Және де данный момент мен осы сияқты спаунда текстегеннен басқа дым істеп жатқан жоқпын.
толик ең соңғы рет екеуміздің дуо болғаннан кейін қайтып кіргеннен кейін мен оған шамалы начальный ресурстар бердім. В общем, мен сосын ханмен торговля істедім. 3 нейрошимен книгаға 10 алмас. В общем, серверде ең бір бізге қызғырып тұр. Мен оған шамалы өзіміз салған жаңағы постройкамды көрсеттім. Және де сізге кішкентай туториал. В общем, осындай лесенциямен түсесіздер да, одан кейін осындай секретный лабораторияға кіресіздер. Неге жаңа әншітесен жоқ болған, бірақ та кіріп шығу қиын болғандықтан оны алып тастауға тура келді. Не осындай механический дверь, одан кейін осындай ішінде в общем растениялар өседі. Және де Аско осындай үлкен бір PvP аренасы жатыр. Және де мен оған осындай PvP үлкен логотиптен флаг істеп бердім. Өйткені алыстан қараған кезде кішкентай болып көріну үшін. Ал спавнда болса ең бірінші жолдар тропиклер дайын болып жатыр. В общем, осындай жолдарға немесе минимальный дүкендерге. Одан кейін біз серверде бүкіл балдар болып тағы да бір рет жиналдық. В общем, бұл жолы Асконың өзінің бір видеосына. В общем, типа осындай лестницадан төбеге қарайтын. Одан кейін сервердегі Юникен дейтін балаға, в общем, туған күніне арнап осындай бір үлкен сыйлық істедім. Және де бұл сюжетный сыйлық болғандықтан мен сізге бұны целый бір ролик ретінде көрсететін боламын. Ал осымен видео бітті. В общем, келесі ролик бұдан да күшті болатын шығар деп ойдамын. Өйткені тем дальше, тем больше, тем лучше. В общем, сондай бір цитатамен видеоны аяқтайтын боламыз. И осымен видео бітті. Давайте пока. Ал осының барын ертерек көру үшін менің телеграм каналыма жазылыңыздар.